10 күндік ғылымға апарар жол тақырыбын арқау етіп, жас ұрпақты білім мен ізденіске шақырады. Бұл жолда қазақ руханиятының темірқазығы Абай Құнанбайұлының даналық сөздері шамшырақ етіп алынған. Оның терең ойлары мен тағылымды еңбектері оқушылардың жүрегіне жол тауып, ғылымға деген ынтасын оятар сөзсіз. Егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, күніңде бір мәртебе бір, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір, өзіңнен өзің есеп ал. Сол алдыңғы есеп алғаннан бері өміріңді қалай өткіздің екен? Не білімге, не ақыретке, не дүниеге жарамды күніңді өкінбестей қылықпен өткізіппісің? Қазіргі осы заманда ақпарат көп болғанымен, осы көркем әдебиеттің орны ерекше. Кітап баланың ой өрісін кеңейтетін, адамгершілік қасиеттерін қалыптастыратын ең құнды құрал. Осы 10 күндік аясында қазақ және әлем әдебиеттерінің үздік шығармаларымен танысып, өздерінің шығармашылық қабілеттерін шыңдайды деп сенеміз. Қыркүйек айында қолданысқа берілген білім ошағы келешек мектептері ұлттық жобасы бойынша бой көтерді. Мұнда оқушылардың жан-жақты дамуына бар жағдай жасалған. Қаңтар айынан бері дарындылар орталығы өз жұмысын бастады. Оның аясында балалардың таным көкжиегін кеңейтіп, шығармашылыққа баулайтын ойна да ойла, Абай дана, Абай дара, 84 лайф студиясы және биохимиялық өлкетану педагогикалық зертханасы жобалары жүзеге асырылуда. Кез келген жаңалық кішкентай қадамнан басталады. Осыған орай келешек дарындылар орталығы дарынды оқушылардың басын қосатын жер болып табылады. Ғылым бұл формула емес, бұл ойлау тәсілі. Осындай дарынды оқушыларды қоғамға танытып, әрбір ұстаздың міндеті деп есептеймін. Осыған орай біз бірінші қадамдарымыз бұл мамандық таңдауға байланысты әр баланың ғылымға деген қадамын мамандық таңдау арқылы үйретуге бастадық. Ол бірінші және 11 жас арасында бұл жоба жүзеге асты. Нәтижесінде балалардың пәнге деген, мамандыққа деген, әртүрлі ғылым саласына деген қызығушылықтары арта түсті. Бұл кітап пен білімді, руханият пен ғылымды тоғыстырған маңызды бастама шара барысында Қожа Ахмет Яссауидің рухани мұрасы атты көрме таныстырылып, ғалымдармен ашық дәріс ұйымдастырылды. Еркін пікір алмасу алаңында оқушылар ғылымның қыр-сырымен танысып, өздерін толғандырған сұрақтарға жауап алды. Гүлдана Байқызы, Арман Досмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.